Дедовщина қойыңдар. Ешқандай дедовщина жоқ бұл жерде. Қалай дедовщина жоқ? Ол енді қазақша түсінбейді. Қалай түсінбейді? Атыңыз дегенде. Не деді? Тура мұра. Жоқ, мен аудаттым ғой. Тура деді? Мұра дейінші өзіңіз. Неге? Қалай дедің? Тура тура. Тура тура. Тура. Жолдас беріңіз. Көп мазасын алмаңыз. Ә? Орнай тұр. Қалай дейді? Орнай тұрсын ба? Айтып тұр дейді. Үдіді. Ұнапсыда орнай тұр деген ба? Неге? Қалай етіп дегенде? Дейсіз, атқа кетті, не деді дейсіз. Сура. Әдеді. Атқа кет. Әдеді. Так. Сұраш, неменеге кетті? Жоқ, деген едіңіз тұрады. Қалай дедің бе? Ауылдан ән ойнамаңыз жоқ. Раз, два, три. Не дейін? Неге? Не? Дүрі. Күңі. Дүрімі. Сүнімі. Күні. Нағашыларың киімі жақсы дейді. Біз сияқты жалаңаш жүрмейді. Ана ұрған кезде денені шырмайды дейді. Әсіресе етік жақсы екен деді. Жолдас правыш бәрі алдамады, етік жақсы деген бар ғой мынандай. Ішіме солай ма? Ондай бар, не ондай тұсады шадар тұрмыз ба? Астапыралла. Бұнда қазақ тіліне үйретпеген сөздеді. Бәрі қосып тіліне үйретіп алыпты. Біз Мазамбекте жүрген жоқпыз ғой. Дұрыс қой. Үйретпер қазақ тіліне. Жоқ енді, батальон командир айтты ғой, бұның тілін 10 күнде үйреніңдер деді. Біз 4 күнде үйреттік қой жігіттер. Так, бұйрық тұрады бұйрық. Кім айтты дедің? Батальон командир. Так, өзі тілі қиын емес пе екен? Жолдас правыш, тілі қиын емес, ол бізге тіпті анекдот айтып берді. Анекдот дейді? Айтады. Айтшы бір анекдот айтып берсін. Қоймай. Қайда тұрмын ағынан? Қайда ма? Біздерді ойлап қалар ағынан. Атмаштыр ғой! Қайда тұр? Өзің же, ням, өзің же. Жоқ, бұларда да ырым бар екен, анау істей деген. Өндейін башын. Өзің же. Бірақ оңбағандай ақ береді екен. Өзің ана жатқан кезде ням жеп жат. Так, Тура. Айтшы анекдот айтып берсін маған анекдот. Тура. Дүңгі. Бұлыға. Не деген мынау? Дүңгі. Дүңгі. Сұлуы. Не дейді? Бұларда жұмысты істей береміз дейді. Нанды жей береміз, бізде положено дейді. Ол нанға ренжуге болмайды дейді. Молодец. Айт енді, анекдот айтып берсін. Алда. Тура, тура. Жолдас сержант мынау ертек айтып айтты ғой. Анекдот айтты деген сол қылып тұрасыз ғой. Тура. Кіші бар.
Өзімді білеме жаңа оңғотын қышып тұрған просто. Сұрамына тұра. Айт. Қандай өзіңді тұтайын мынау? Жаңа справа жат болады. Сенді бір яттың ұстай қалады екен. Алаңдарға! Жолдас Прабыш, сіз туралы айтты. Алмасты! Не бір? Кірге! Егер мен туралы анекдот айтатын болсаңдар ғой, мына жер көзін шықып алам. Алаңдарға! Жолдас Прабыш, сіз оған ренжімеңіз. Прабыш деген бар ғой, Мазамбикте генерал адамда жоғар. Білесіз бұны? Аударып тұрмыз ғой. Өсі! Шынымен сендерде, сен түсінбейді. Шынымен бұларда звание сақталам екен, ана Мазамбик азаматшылығын алатын болсам. Егер сіз алатын болсам. Иә, айтып тұраш. Мынау, сақтала ма мені? Сатайтын болды Жолдас Прабыш. Жолдас Прабыш, Мазамбиктің азаматтығын алып, Мазамбиктің қызына үйлену керек деді ғой? Құрбан, айтқан тұрмыз ғой енді. Мазамбиктің қызына үйленем ба? Жоғаларда сондай дәстүрі бар екен. Түрлерде бәрі осындай шығар, бар, Құрбан. Мынандай қыз алдырса мен үшін. Өкіл жақсы. Кім біледі деп жатырмыз. Білмесе! Білді! Сақтар! Сен тұрарысы жоқса. Мен осы ол түскіде жүрген кезде малсы жайып кетсін. Сол айтады ма? Так. Ана жеңіс күніне қандай номерді айтатындар айтыңдар. Дайындадық, Мазамбик би. Сурамораторий. Мазамбик би? Ай, мен сендерге айтқан жоқ ма? Бір қамажай бірдеңе. Шығармайсыңдар ма? Қамажай жылда билеп жауыр болып кетті. Биліңдер. Батальон командир айтты. Сол Мазамбикті бір биліңдер деді. Кім айтты дейсің? Батальон командир айтты дейді. Так, бұйрықтың аты бұйрық. Бұйрық. Так, онда көрсетсін мынау. Көрсет ғой. Бей. Тұра тұрыңызшы, екі рет жасау керек. Шатастырып басқа бірдеңе айтып жүрсің ба? Көт кеткен жоқ. Мынау шулап тұр ғой. Ол енді оның ағасы сахнада билеп жүріп қайтыс болған соң есін алып тұр. Иман сәлемі қосын. Кетті. Жылай бермесін енді анаға сейсін түсіп кетті. Жоқ, ол өзі қояқты үйреніп қалды. Қой. Олар да көңіл айтпайды екен ғой. Айтпақшы, үстермен демейіп шығасыздар өзі. Ол осы үстімізге алжап қышпайлап, бетімізді қап-қарап креммен бояп алайық деп тұрмыз ана ұқсас. Ұқсаймыз да сонда. Нағып үстеріңе алжап қышпайлап алып, итсекеңдеп шығайын деп тұрсыңдар ғой. Ондай керек емес бізге. Кәдімгідей. Елді алып, басқа бір елдерге қарағанда бір кішкене авторитетімізді көтеріп бір
галстукпен, қара шалбармен, шляпамен шығу керек. Қалай шығыңдар? Оқып қойған Жолдас. Да. Екінші номерге не бар? Жолдас прапорщик, ден победияны Грузин әуенінде айтамыз, сура-мура тура айтамыз. Грузин түркмен шатастырмай алайын. Түркмен тілінде. Түркмен әуенмен ден победы. Грузин тілінде. Бұл грузин, түркмен. Сендер шатастырмай дұрыстап айтыңдаршы. Ол тілді қайдан біледі өзі? Жоқ, дұрыс қой Жолдас прапорщик. Ол грузиннің де жаны бар. Мына өзі негр ма? Иә. Шешесі қазақ па? Әкесі негр. Содан бұның атасы сыған екен, шешесі ана түркімен екен. Шешесі грузин келінді ба, содан айланма Италияда бір аушым, аңғараста бір демегім ба, бір демесі бар. Саян келеш көрінші? Саян. Как олай болса? Алдар, ән айтсын. Здравствуй, мама. Ай, здравствуй, мама canım. Здравствуй, мама canım. Прошу, Гарри, полный ты ползем. Дайындала беріңдер. Мен мына негізді өзімен бірге кетейін. Қайда? Қазақ тілін барып үйретім. Дұрыс. Ұстап үйреніп жүрсің. Сол грузинше, то анау мынау бәрін біледі екен. Қазақ тілін білмейді. Жөнді. Шешесі қазақ емес пе? Әлемер бұл. Алдар анаған, менімен бірге. Барып қазақ тілін үйретім, алдар. Жүрсің менімен. Тура. Сөйтіп құшақтаса, ойланғанда да сөйтіп. Қақта! Жүр! Бергіш берсін. Енді шумаңап сөз бөліп жатсың айтайды, Бір аузыма беріп қоймайды екенсің, Сенде бар ғой, жаңа Жолдас прапорщик айтқан естіңдер ғой? Иә! Қара шляпа, қара шалбар, галстукмен. Бол сен! Биге дайындалмай, мейрамға. Сен менімен жүрдің.
something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. As she saw her move, I could feel the aura of her presence. Every hand turned with passion and lust. Here was a sweet, smooth girl I could trust. The girl was bad. The girl was dangerous. You know you want me.